Universal Cinema. Бизнесмен проекты. Hammaga salom, Biznesmen proyektining bugungi sonida biz Instagram sotsial tarmog'ida hit bo'lib o'tirgan Love Clay Home haqida so'z etmoqchimiz. Bu biznesda kim ochgan, qalay ochgan, ham qalay yurgizib o'tir. Bular sizga qiziq bo'lsa, ko'rsatuvimizni so'nggacha ham tomoshalang. Biznesmen proyektining founderi Universal Cinema studiyasi. Assalomu alaykum. Armonlar. Taza maraton so'ng bo'lsin, taza biznesing so'ng bo'lsin. Biz zamonlashlarimizga sizning biznesingiz haqida aytacakmiz. Instagramda hozir hit bo'lib turibsiz. Qoraqalpog'istondagi eng birinchi biznes turlari desak bo'ladi, to'g'rimi? Birinchi o'rinni tanitsak. Men o'zim hozir birinchi ret keluvim, chek Instagramda ko'rib edim. Bu yerning ideyasi qalay paydo bo'lgan? Bizlar mehmonxonada жұмыс істеп едік, Жандос ағаның. Сол уақытта Жандос ағаның бизнестерін көріп, сондай қалай пайда болды, біздер бизнес ашуға деген. Vau. Demek çıkargı motivatör Жандос аға. Жандос аға бұл FC Travel компаниясының тикаршысы. Бүгінгі күнде үй мейманханалары бар. Сіз қайсы үй мейманханасында істегенсіз? Friendship, Family Guest House, yani Saframның алдында. Sol. Safram restoranның алдында үй мейманханасы бар. Сол жерде істегенсіз. Не болып істедіңіз, сол жерде қандай жұмыс атқардыңыз? Администратор мен жәрдемші болғанмын. Ажайып. Мен ол жерге бір-екі рет съемкаларға барғанмын. Мен көрген бе-едіңіз? Мен сіз көрдім. Бірақ келген. Келген. Сол кездері де интервью бергенбіз. Өздеріміз емес. Сол көргенбіз да. Интервью бергенлерін. Тек анда нелерге түсіп, жәрдемден жүргенбіз да, көргенбіз. Енді бұл идея қалай пайда болды? Не үшін олай соғу, су орынды шөлкелместіру бізде алдын болмаған? Бұл жерде алдын көргенсіз бе? Қалай болды? Инстаграмда басқа жерлерде көп көргенбіз. Соларға біздерде неге жоқ бұл нәрсе, негізі ашылмады біздер елімізде деп андай сұраулар болған. Біздер негізі өздеріміз күткенбіз бұл нәрсе ашылуын, басқа жақтарға барып емес, өздеріміз көруді қаледік. Сонымен келдік ашып. Не үшін екеуіңіз бірге? Bir adam емес, екі адам бүгінгі күнде бизнесті бастағансыз. Екеуіңізді не нәрсе біріктіреді? Біздер шерік сипатында бастадық. Мен өзім экономика тарауында оқыдым. Сол үшін менде бухгалтерия бойынша, кредиттер бойынша білім дәрежесі бар. Сіз? Ол креативтікке жауап береді көбінесе. Идеяны, нені беріп, сол нәрсені қалеу, соны айтқанмын, қолап қотлаған. Мысалы, менің ол білетін нәрсені мен білмеймін, мен білетін нәрсені ол білмейді. Екеуміз біріктіруші. Жақсы не болды. Зор, әжайып, екі жұптықтан біздің аймағымыздағы жұптықлар үшін зор әжайып орын ашылған, яғни love story-лар үшін өзгеше атмосфера десек болады солай. Бұл жерлерді таныстырсақ, бұл декорацияның өз атқаратын орны бар солай ма? Бұл жерге келген уақытта өзі неден басталады? Бұл жерге келген уақытта бірінші фартуктан басталады. Бірінші арнайы фартуклерді тағы болады. Бізді тағы басақ болады ма? Демек, бұл олай тимеу үшін арнаулы фартук солай ма? Бұл жердегі суретлер, реңлер кім таңлаған? Кірген уақытта адамның кейпетін көтереді, оның өзгеше екен. Нәзіктілікті көрсетіп тұрады. Мен өзім эстетиканы жақсы көремін. Қалеуім бұнан жақсы болған, бірақ қолымыздан келгенше сол нәрсені істеуге кеттік. Мен сайлаған төсім бар. Авторы сізсіз. Суретлерді кім сызған? Суретлерді сол өзіміздің елімізде елден художниктер бар, жақсы. Соларға тымас еттік. Солар сотта ярым өздеріміз көреміз. Охо, зор, жайып. Демек, бұл жер Инстаграмда қазіргі уақытта хит болып отырған орын солай ма?
бұл жерде сол ылай істейді. Фон жұплықлар үшін арналып сызылған. Екі жұплық істейді. Зор. Бұл жерде де өздеріңіз көз алдыңызға келтіріп, қай жерде қандай бұл суретлер болуын бәрін шүргелместірген солай. Бұндай идеяны ойлаудың және бір мақсаты Қарақалпақстанда оның өкісте жұплықларда тек ауқаттанатын орындар бар. Дұрыс. Сол біздер ойладық жұплықлардың уақыт өткеретін бір орын болса деп. Сондай орында ашуға бізге түрткі болды. Жұплық болып жүру тек қана ауқаттанудан ібарат емес деген затты түсіндірмекші болғансыз. Бірге уақыт өткізу, бірге бір нәрсені істеп шығу, өздерінің қалады. Сол үшін біз өз қолымызға сұлулықты өтеміз. Біз өз қолымызбенен сұлулықты өтеміз. Демек, тұрмыстағы сұлулықты әне осы жерде басылынады. Солай ма? Идеялардың бірігуі. Әжайып. Не үшін бұл жерде үшеу? Демек, бұл көп топар болып келгендер үшін арналған, солай ма? Егер достарыңызбенен келсеңіз, үшеуде бөлек бірге отырсаңыз болады. Миыңызды тыныштандыруды қаласаңыз, сол тұрмыстық тәжірибелерден шаршасаңыз, осы жерге келіп, өзгеше атмосферада дем алсаңыз болады, солай ма? Алдын бұндай нүкісте болмаған. Келіп көрің, менің өзіме ұнап жатырды, қазір істеп көргім келіп жатыр, істеп көруге ақсап жатыр. Бұл жерге сырт елден туристер де келсе керек, солай ма? Сырт елден туристер де келіп тұрады. Оларға біздердің Қарақалпақ ылайынан, Қарақалпақ күзелерін соққан қатты қызық. Біздер жақында сол бастама істеп жатырмыз, туризм басқармасымен біргелікте. Сол туристерді осы жерге арнаулы түрде жіберуін. Арнаулы түрде жіберуін. Қазір келді ма осы күнге шейін бір мәрте болса да туристер? Туристер келіп тұрады. Қайсы мемлекеттен келді, һәм олардың эмоциясы қандай болды? Түркия мемлекетінен келді, Франция мемлекетінен келді. Қатты қызық оларға, істеп көрген, өз қолдарыменен ұслап көру басқаша олар. Олар үшін бұл эстетика қатты жоғары бағаланады олардың түсінігінде. Зор. Ал бұл жақта болса, ылай соғып болғаннан кейін сурет сызамыз ба? Да. Сурет соқса болады. Сурет бізде жәрдемдесеміз, қасына мастер болады. Боламыз сондай демалады ғой, сурет соғып отырып. Қызлар үшін әсіресе олар қатты қызады. Бірге келіп командамен сөйтіп. Дем алып уақытын өткізсе болады. Зор. Жұплықлар осы жерге келген уақытта төлемі қанша болады? Міне сол лай істеуі, сурет сызуы, съемка процесі, хамесі болып қанша сол пұл төлеу керек? Мысалы, бөлек болады да, мына нәрсе бөлек, сурет соғу, жаңағы ганчаның да бөлек да. Мысалы, бұл жерге келсе, жұплықлар екі пачка лай соғады, оған плюс біздер модель өзім сырып беремін, видео сырып беремін, істеп береміз. Сонымен чай, кофе бір демлеп, қасына мазасынан бірге береміз, соның общий суммасы 300 мың болады. Екі адамға. Оның ішінде тайын видео да кіреді, мобилограф қызметі кіреді, һәм сол ылайдан соғу кіреді, гүл алушылық кіреді. Онан соң кофе һәм круассан. Да, круассан. Эстетикалық көріністердің хаммесін сізге жаратып береді, бұлардың барлығы 300 мың сом. Арзан екен. Кеп қалың, зор екен, әжайып екен. Бұл тек қана жұплықлар үшін. Бұның үшін олардан орташа неше сағат уақыт кетеді? Орташа 1,5 сағат. 1,5 сағат уақыт кетеді. Ал мысалы үшін мен бір өзім келетін болсам, баламенен келетін болсаңыз, біздерде кішкене балаларға да істесе болады, кішкене балалар оларға қатты пайдалы. Олардың төлемдері сезу органдарының рауажлануына, диққатын бір жерге жәрдемдестіруге, һәм дөретушілік қабілетін асыруға да қатты жәрдем береді. Оның бағасы 12 жасқа шейін 50 мың сом бізде. 12 жасқа шейін 50 мың сомнан балаларыңызды әкеліп, қазір ылай ойнамай отырған заманда балаларыңызға заманауи түрде ылай ұстатып, ылаймен ойнатуды қаласаңыз, 50 мың сомменен уақытын өткерсеңіз болады. Неше сағатқа? 1 сағат. 1 сағатқа. 1 сағат өзі жетерлі болады, кішкенелер зор, әжайып. Және істеуге де жетеді. Зор, 50 мың сомға кола чипси алғаннан көре, осы жерге келіп, уақытын өткерсеңіз зор болады, Одан бөлек, үлкен адамлардікі қандай болады? Мысал үшін, келіп мен нервларымды тыныштандыру үшін әзетіп шоланамын десе. 16 жасқа шейін біздерде 80 мың сом, ондан жоғары
жастағыларға 150 мың сом. Сол Сол енді ылайдың көлеміне де байланысты. Біздер кішкене балаларға кішкене мөлшердегі ылай береміз. үлкендерге үлкен. Үлкендерге үлкен көлемдегі. Бұл жерде сурет сызуға келсе не балалар? Сурет сызу бірақ 10 жастан төмендерге жоқ біздерде. 10 жастан жоғарыларға бар. себебі холсты соғатын болғаннан кейін профессиональный соғады да ол жерде. Бұрын көрсетейік па мысал ретінде. Мысал үшін бұл жерде біздерде апоэ сурет емес, үйіңізге диванға қыстырып қоюға болатұғындай, сырты осындай болатұғын сурет шығады. Бұл өшіп кетпейді. Профессионал жақсы бояулармен істеледі. Соның үшін біздерде 10 жастан төменгі балалар көбінесе оны істей алмайды. Күлдіріп, нәрсе қалады да. Оларға үйінен андай неменен сол Ақлеске бөлек берген жақсы. Ал 10 жастан жоғарылар бұл жерге келіп шұғылану үшін неше сом төлеу керек? 120 мың сом. 120 мың сом. 120 мың сом істеп алып кетеді. Һәм бұлды қосып алып кете алады, қасында? Сызған суретті. Біздерде мастеріміз бар. Толығымен қасында жүріп, оған қайтып сурет сызу керектігін үйретіп тұрады қасында. Әттегі біздерге нөлден бастап білмейтін үлкен жастағыларым келді, әйелдер. Солар просто іздегісі келді, жаңағы қызығып. Біздер қасына үйретіп тұрғаннан кейін, ананікі бірінші мәрте істегеніміз күнде істегенде профессионал болып істеді да бәрібір. Бәрібір бұл меніңше эстетика. Адамдардың ішкі көрінісі, ішкі дүниясы бұл суретте сәулеленеді, һәм өзгеше зауық береді. Әжайып орын екен, келіп, дем алып, уақытыңызды мазмұнды өткерсеңіз болады. Бұл жердің әр бір бөліміне тәуір берген екенсіз. Бұл осы жерге келгендердің соққан ыдыстары солай ма? Парчикалердің. Жұплықлар әне сол жерге соғып, орнына қойып, тастап кетеді ғой екен. Себебі мен аты неде жазылып кетті. Соған қарап ажыратып алынады. Бұған аты жазылмаған екен, 15.07.2026-да жұплық болып отырғанлар солай ма? Зор, өзгеше. Бұларды тастап кеткен себебі бірден кеумейді да. 3-4 күннен кеуеді. Соң алып кетсе болады, ямаса бояп кетсе болады. Кепкеннен кейін өздеріңізбен алып кетсеңіз. Өздеріңіз кептіріп бересіз. Естелік қылып алып қойсаңыз болады екен. Өзгеше, әжайып. Бұл идеяны сол инстаграмнан көріп ашуды ниеттеңіз, һәм бұл жер ашылды. Бұл жердің ашылу қиыншылықтары ең бірінші қалай ашылды, ең бірінші нелерге етібар берілді, ылай қай жерден әкелді. Солар хақында подкастымызда қазір айтып өтеміз. Универсал синема студиясында толық саубетлесеміз. Сіздермен бірге сол жерге барамыз. Қазір мен бір мәрте ылайдан пайдаланып көрсем бола ма? Әлбетте. Келіп көреміз. Ең дәсі бұнан сондай етіп жабыстыруымыз керек. Айналған уақытта ұшып кетпеу үшін, орнынан қозғалмау үшін точно ортасына жабыстырамыз. Бұдан сонда қалеген ыдыс көлем шығара аламыз, Көзе, яки кесе дегендей. Кесе, mesela тарелка соқсаңыз болады. Ең басында сондай етіп қатты жабыстырып алу ақыметтілі. Себебі қайттан шығып кетсе, оны қайттан басылған соң тура келеді. Бір алынғаннан кейін жабыстыру қатты қиын болып. Бұлар нағыз соғатығын үскенелері ме? Бұл тарауды алдын өздеріңіз танысып едіңіз? Бұл тарауда ешқашан ойлаған көрмедік. Ойлаған көрмегенсіз. Бұл бизнес идеяны жүргізу үшін үйренуге мәжбүр болғансыз. Енді қолыңызды сулайсыз. Екі қолдап, осындай етіп сулайсыз. Сіз қолыңызды қимылдатпауыңыз керек. Алай кеп сіздің қолыңызға өзі кеп ұрылады. Бірақ бұндай ұзын тырнақлармен сәл қиындау болады. Тырнақсыз келуіңіз керек екен. Басқаша. Кішкентай уақытымызда үй ойнайтын едік, ыдыс табақ соғып. Сол ядыма түсіп отырды. Егер балаларыңызға сол ойларды ойнатқыңыз келіп отырған болса, алып келсеңіз болады. Басқаша екен. Сыртын көріңіз ба? Еледе текстіленіп қалды. Сұлып тұрғаннан кейін. Бұл ыдыс қалына келеме дегенше көп уақыт керек шығар? Егер бірінші мәрте істеп көрген болсаңыз, көп уақыт керек. Егер бірінші, екінші, кейінгілерге қарап тәжірибе асады, иә? Тәжірибе асады. Бұнда сол жер жақсы, тәжірибе асуы тезірек болады.
Қанша көп көздесеңіз, сонша көп тәжірибеңіз болады. Бәлкім гүзелерді соғып оларды да сатуға шығарарсыз. Менің идея. Бұндай идея ойлап көргенсіз ба? Ол қалай? Бірақ Қиын ба ол? шығаруға болады, бірақ адамдар көбінесе өздері істеген гүзені соғып алып кеткен оларға жақсырақ. Көбірек қызықтырақ. Көбірек естелік оларға. Сондай береді. Сол эмоцияда істеген едік, бірге қуанып, бірге сөйлесіп, солар қызық болады, Бірге қуанып, бірге ұрысып қалудан мүмкін істеп отқан. болған ба ондай ситуациялар? Ондай ситуациялар болған. Пікірлері келмей. Ода демаламыз деп келіп, күзесіле алмай қалып, ашуланып қайтып кетеді. Демек, жұптылықтардың бір-біріне деген сабырлығын да сынап береді ғой екенсіздер, иә? Зор. Келіп көрін, құрметті жұптылықтар. Сабырлығыңызды сынақтан өткересіз. Бір-біріңіздің ашылмаған қырларыңызды біліп алу имканияты әне сол жерде бар. Қолыңызды солып істеп жүрмін. Қатты қысып жүрмін. Уақыт өтіп сен қыспа сәстен. Қазір күзе соғайық та бірінші. Күзе соғу басқаларына қарағанда ансырлау. Онша көп уақыт алайық. Бірінші сондай сатыларын текстілеп аламыз. Қазір қисық болып жатырды. Сол қисықлығын текстілеу үшін ұстап тұруымыз керек. Белгілі бір уақыт аралығында өзі олай қолыңызға келіп тиіп текстілеп. Бір ол былай деп тексермейсіз де оны. Сәл бір қолыңыз неде тұру керек та. Корпус ұстап тұру керек сыртын. Растанан ми демалады оны екен. Диққаттыңыз, фокусыңыз бір жерде болады. Өзгеше. Ішін әзір деп ойып алдық. Жерге жекем. Бізде қазір уақыт шекленген, бірақ бұл жерде олайдан қайсыдыр мысалы үшін бүзе яки кесені соғу үшін 1 сағат, 1,5 сағат уақыт керек екен. Или студияға баруымыз керек. Соның үшін мен кейінгі кегемді давам етсем. Рұқсат берсеңіз. Маған азырақ болса да қазір үйретті. Диққатыңыз бір жерге жемлене тұғын екен, рухи демалатұғын екенсіз. Келіп көруді ұсыныс етемін, мен өзімде әлбетте келемін. Біздер болса соhbetimizді подкастта Универсал Синема студиясында давам еттіреміз. Сізге рахмет. Бүгін біз бизнесмен проектінде Love Clay Home бизнесінің тикашылары Асылбек һәм Элеонорамен соhbetlесеміз. Қош келіпсіз студиямызға. Біздің атмосферамыз ұнады ма? Ала, әлбетте. Бізбенен сіздердің жұмысыңыз сәйкес келеді меніңше. Әйне біздердің орында да Love Story үшін жұптылықтар келіп суретке түседі, видео тағырлатады. Сіз бенен бірге бір тарауда кетірген бизнес иелері десек болады. Сіздің бизнесіңіз қалай басланды? Нөлден басладыңыз ба? Нөлден баслау үшін қаржыны қалай шөлкелместірдіңіз? Біздердің бизнесіміз нөлден басланды. Сол мемлекетімізде жастарға беріліп отырған жеңілдестірілген кредитлерден алып, 60 миллион мөлшерінде алдық. Қиын болмады ма бұл кредитті алу жастар үшін? Қиын болды. Қай жерлері қиын болды? Көбірек уақыт кетті. Мен нүкісі болғаннан кейін қоңыратқа барып алуға тура келді. 15 күндердің ішінде. 15 күн ішінде бітті 60 миллион сом. Бұл бірақ сіздің бизнес баслауыңызға тикарға кілт болды, солай ма? Өзіңізде 60 миллион қаржы болмады. Ешкім бермейді де 60 миллионды сізге бизнес баслау үшін. Бірақ мемлекетіміз берді. Бұл 60 миллион нелерге жұмсалды? 60 миллион тикарынан станокларға. Біздерде олай істеу үшін керек болатын станок. Одан кейін аспап үскенелер, сурет сызуға, гүл ашылыққа кететұғын. Ең тикары ремонтқа көп ақша біздер жұмсадық. Біздердің алған ғимаратымыздың ішінде еш нәрсе жоқ еді. Тек қана 4 дювал еді, иә? Қазіргідей сұлу көрініс жоқ еді ол жерде. Қамесын өзіміз
керек жерінде жұмысшы алдық, керек емес жерінде Өздеріміз істедік. Өздеріңіз істедіңіз. сыртын ішін хаммесін өздеріміз бояп, біргелікте керек жерлеріне суреттер соқтық. Зор. Қолымыздан келгенше. Ажайып болған. Кірген уақытта адамға өзгеше кейпият береді. Ол жерде қазіргі уақытта арендадасыз, иә? Айына қанша төлейсіз арендаға? Айына 6,5 миллион төлейміз. Кредитке қанша төлейсіз? Кредитке орташа 3 миллиондай төлейміз. Айына, иә, 60 миллион сом үшін. Ол жеңілдетілген кредитке сол 3 миллион сом ба не? 60 миллион болған үшін 3 миллион төлейміз. Бірақ уақыты біздерде азлау да. Қысқа уақытқа алдыңыз, 5 жыл, 6 жыл емес, 2 жыл. 2 жыл. Сондай. 2 жылда жауаптасылау үшін алғансыз. Зор, ажайып. Сонда сіз айына 9,5, почти 10 миллион сомдай төлемге қоюыңыз керек. Бұл 10 миллион сомды жауып жатырсыз ба? Тауып батыр ма? Құдайға шүкір, қазір біздерде 3-ші ай кетіп жатыр. 3-ші ай кетіп жатыр. 2 айды толық таба алдыңыз ба? 2 айда біздерде өзіміз сенбейтін дәрежеде болып кетті. Бірінші ай біздер 16,5 миллиондай ақша таудық. Бірінші ашылған айымызда. Бірінші ашылғанда 16,5 миллион. 16,5 миллион. Жақсы көрсеткіш. Ойлап бердіңіз, бұнда 16,5 миллион пайда болады? Олма қиялысқа келген сумма. Кейінгі екінші айда уже 11 миллиондай таудық. Зор. Жай. Қазіргі уақытта нелерге эътибар беріп жатырсыз? Сол 16,5 миллионға көбею үшін тек арғы себеп не болу керек болып жатыр раужландыруға? Инстаграмда көбірек социал тармақтарды басқару. Адамдарға көбірек таныту. Аудитория көбірек біздерде Инстаграм тармақта. Адамдар тек соны көріп келеді біздерде көбінше. Һәм олар жазылып келеді сол арқылы. Мысалы келетін болса, бір күн алдын или 2 күн алдын жазылып, сол арқылы келіп, біздер келе беріңіз үстіңізіне уақытқа деп қоямыз да. Көбірек сол Инстаграмдан көріп келеді. Реклама көбірек бәрібір ахметлер ойламайды. Қазір хамме Инстаграмда. Біздердің де көрілуіміз жүдә біз ойлағандай дәрежеде өсіп бармай жатыр да. Бірақ ойлаған едік, 1 миллион просмотрларға жетіп кетсе керек. Хамме бизнесмен болуды қалайды, бізді көріп өзіне үйренеді, инсайт, идея алады деп ойлап едік, бірақ өспей жатырмыз. Ниетіміз бар, халқымыз қолдап қуатласа еледе өсуге. Кейінгі мендегі сұрау, сіздер мысал үшін олай соғуды алдын бір кәсіп етіп үйренгенсіз бе? Яки сол бір Инстаграмда бизнес идеяны көріп бірден баслап жібердіңіз бе? Яқ, кәсіп қылып үйренгенбіз. Біздерде ома білмегенбіз ол нәрсені негізі. Нөлден баслап қорықпай, қорқыныш болмаған да негедір. Біздер қай жерде үйрену керек екенін мастер-классты, яғни курс сатып алдық. Ташкентте сондай курс сатып алдық. Ол жақта профессиональный қылып үйретті. Біздер екеумізге. Екеуміз барып үйрендік, солай ма? Екеуміз бірге барып үйрендік. Тәуекел етіп. Тәуекел қылдық. Қорықпадыңыз ба? Мысал үшін ол жерге проезд кетеді. Ол жерде бару, курстың пұллары зая кетіп қалады деп қорықпадыңыз ба? Негізі мен қатты қорқамын. Бірақ Асылбек, яқ сен істей аласың, біз істей аламыз деп құлап қотылып тұрғаннан кейін бірге кеттіңіз. Бірге кетіп, курс үйрендік. Баста-аяқ сол 1 сағаттың өзіне қандай сезім болған. Айна нормально екен ғой деген. Ұнаған да өзіңізге. Негізі ол елі үйренбей тұрып ақ, ютубтан или инстаграмнан басқасылардан көргенбіз да. Бәрібір кішкентай көресің ғой. И қазіргі уақытта ChatGPT деген бар ғой. Содан мысалы сұрап көрдіңіз, маслихат көрдіңіз. Анандай. ChatGPT Қарақалпақстанға бұл сай бизнес екендігін қолап қуатлады ма ChatGPT? ChatGPT мен қолап қуатлады. Сіздерді де қолап қуатлады. Басың деді ма? Мен одан көбірек нелерін сұрадым да, сеналарын. Мысалы, сенасы создайлар жақсы көрсек болады да, одан еме создайларды көргеннен кейін нормальныйдай өзіме жақсы қабыл еттім. Екеуміз сонымен үйреніп. 3 күн давамында үйрендік. Курс бағасы сәл қымбатлау. Себебі біздер қайтып айтсақ болады, тездестірілген курс. Тездестірілген. Индивидуальный болса керек, жеке өздеріңізге үйретілді. Қанша болды курс? Курс бағасы 1 миллионнан болғанда, ол 3 миллиондай кетті ғой. Курс үшін 3 миллион сарпадыңыз. Білімге? Білімге, сон тәуекелмен. Тәуекел етіп. Зор, ажайып. Кейінгі сол лайды қалай
соғуды үйрендіңіз? Қазір ылайды өздеріңіз суменен топырақты араластырып өздеріңіз соғасыз ба? Иә. Ылай гүлашылықта өзі ылай арнаулы болады. Арнаулы өзінің ылайы болады, иә? Сленген, белгілі бір басқышалардан өткен ылай болу керек. Өйтіп былай жерден алып істесе, онда жарылып кетеді ол. Күйгеннен кейін, құрғақ болғаннан кейін жарылып кетеді. Шырайлы болмай қалады да, иә? Соның үшін бірінші басты айларда біздер Ріштан, Ферғанадан алдық. Ылайды ма? Ылайды. Ылайды басқа уалаяттан алып келдіңіз? Ташкенттің амар жағы Ферғанадан алып келіп отырдық. Ұзақ аралықтан, иә? Бірақ кеше жақыннан бастап бізде Хорезмнен таудық. Жақын жерден таптың. Көп іздеттіп. Оларда сондай Құнарматылар марказы деген орай бар. Сол жерден біздер ылай алып тұрмыз қазіргі уақытта. Келісіп, бір келдікте. Бұл жаққа алып келгеннен кейін оны толығыменен пакетпен орап қою керек. Себебі бұл кеуіп қалса уже пайдаға аспайды. Оның ам сақлау қағидасы бар екен, иә? Сіздерде болған ба, сол кеуіп қалған ылай зая болып қалған уақыт болды ма? Ондай уақиға болды, бірақ Құдайға шүкір көп емес. Азғандай мұғдары біздерде. Көп зиян көрмедіңіз? Баста түсініп жеттік. Нұсабақ алдық содан кейін. Көп алмайтын екенбіз да. Біздер жол аралық ұзақ болғаннан кейін бір алсақ, бір құтыламыз деген ой болды да. Бірақ бір әкеп қояйық деп ойладыңыз. Көп әкеп қояйық деп, бірақ ондай емес екен. Келгенде алып тұру керек, солай ма? Мөлшерінде алып білу керек. Қар айда алып тұру керек болса. Оны сақлауға кім жауапкер, сіз бе, екі сіз бе? Сақлауға мен жауапкер. Керек жерінде траппен сулап, үстіне жайып қоямыз. Өзінің температурасын сақлап тұру керек ол. Кеуіп те кетпеу керек, ызғар болып та кетпеу. Ызғар болып кетсе де уже бұлшақ. Өзін жойтып кетеді, иә? Комнатада бір неде болу керек. Бір темпте тұру керек. Зор қамыр илегеннен қиын болады екен, иә, онда қамыр сақлағаннан да. Жүдә зор. Енді кейінгі не хақында айтсақ, бүгінгі күнде келіп жатыр қалалар. Сол тек қана жұптылықлар ма, екі болмаса кішкене балалар да үйренуге келіп жатыр ма? Қандай болып жатыр? Хәме жастағы келіп алады біздерге студияға. Көбінесе қазіргі уақытта көбінесе енді съемка деген сияқты нүксе бірінші мәрте болғаннан кейін андай хәме тек көбірек социал қоюды, лайфстори түсіруді, сондай қоюды қалайды. Кішкене балалар бар ма қазір сол перзентлеріне тывар беріп, сол олайды соғып үйретуге келіп жатыр? Біздер адаспасам майда, июнда аштық па? Июн. Сол кезде бірінші июн балалар күні болады ғой. Біздер енді реклама қылуымыз керек. Бірінші июн балалар күніне скидка қылып жібердік. Сол скидкаменен таралып, ата-аналар көріп бастады оны. И ата-аналар жаңағы өнерімен, творчествомен шұғылдануды қалағаннан кейін хәме көп басаласып кеттік. Сол өзі 3 күнге қойдық скидканы. 3 күн тынбай жүрдік, азынан кешке шейін. И ата-аналардан көп отзывлар келіп біздерге. Сондай жер бар екен ғой, сондай жер не қылды деп. Балаларымыз қуанып қалды, бірасында қатты қуанып, андай ата-аналар бірге істеп кетті, хаттек андай қызығып не, олар өзлері де. Зор, қазіргідей телефонласқан заманда ылай менен ойнау, онымен уақыт өткізу басқаша қаралып бақсанда өзгеше жаңалық істегенсіз. Маған да ұнады, меніңше көпшілік халқымызға да ұнап жатыр. Ал енді локациясы, бұл бизнестің атамасы қалай келіп шықты? Локациясын қалай таңладыңыз? Сол хақында айтсақ. Біздерде жер таңдауда үлкен машақат болды. Біздер көп жерлерде іздестірдік, көп жолдарда жүрдік. Өздеріңіз жүрдіңіз? Жаяулап көріп шықтыңыз? Жаяулап, Төрткүлскийдің бойында жүрдік. Төрткүлскийдің бойынан тауа алмадыңыз ба? Таудық. Бізде қалегендей болмады. Алайыр Досызар көшесінен жүрдік. Аренда деген жазу болса, сразу звони кетіп, неше сом деп сұрап сол уақытта. Хам төлемі, хам локациясы тур келу керек. 3-4 күндей жүрдік, сондай етіп. Ақырында сол жерде тоқтадық. Қазіргі орында. Адамдар көп өтетін орын. Уже көзлерімізден үйреніп кетті. Сол жердің көше атамасын хам қасындағы орынларды айтып кетсек бола ма басқаларға? Бір тарифі университеттің қасында, жақын. Университеттің Бердақ музейінің қасында. Қарама қарсы тарифі. Қарсында. Капитал банк хам Азда канцтовардың ортасы.
People реклама кетті. Демек локациясы біргелікті таңланған екен. Ал атамасы не? Атамасы біздер негізі Қарақалпақша қоюды қатты қалағанбыз. Енді Қарақалпақсынан жасаған Қарақалпақша қояйық деген болды. Бірақ біздерде Қарақалпақ тілде көбірек сөздері келіспей, анандай көп харп болып кетті. Және де бір тарапынан ойласақ, және ол жаққа туристерді ертең шақыруды ойлап қойған едік, планластырып. Сол менен тек ол жерде ылай емес, басқа нәрселерді қосу көп идея болды біздерде. Елге шейін бар көп идеялар. Содан кейін туристерге қолайлы болсын, общий андай үлкен хамит түсінетін тілде болсын дедік. Сонымен дүниялық тілде, инглиз тіліне қойдыңыз. Love Clay Home. Бұл идея кімнен шықты? Сол Love Clay Home. Сізді ме, сізді ме? Папамнан шықты. Сіздің әкеңізден. Зор. Ойласып, бірге істедік. Біргелікте. Көп атамалардың спискілер тұрды. Соны ішінен сайладық. Мынау келсе ма, келсе ма, халық түсіне ма, түсінбей ма деп. Қатты қиын английский сөз болса да түсінбей қалады деп ойладық. Сіздерге бизнес бастауда ата-аналарыңыз қарсылық етпеді ме? Мысалы үшін 60 миллион кредит алу, бірден баслау, өзі жоқ бизнес, лайын басқа жақтан алып келу керек екен, станогын басқа жақтан алып келу керек екен. Қарсылық болмады ма? Ертең пайда келе ме, келмей ме? Кредитті жауа аласыз ба, жауа алмайсыз ба деген сұраулар болмады ма? Басында қатты қорқыныш болды өздерімізде да. Алып кете аламыз ба біздер ізін деген ой болды. Бірақ Құдайға шүкір ата-анамыз бізге қатты жәрдем берді. Ішін ремонт істеген уақытта да біздер қасымызда жүрді, сол жәрдемдесіп, әммесін жәрдемдесіп жүрді. Қарсылық болған жоқ, ешқандай қайта қолдап қуатлау болды. Мен ойлаймын, біздер негізі бизнес істеп келгенбіз да, бұндан алдынан кішкентай бизнестер. Қандай бизнестер істегенсіз? Қызық, расы, қызық. Мысалы мен қызларға кірпік істеймін негізі. Кірпік істеймін, тоқыма тоқып, сатып сондай бизнес қылғанмын да. Бейсерсіңіздер. Ал бұл болса, Асылбек не английскийдан балалар дайындайды. Курс. Негізі инглиз тілінен сабақ беремін, оқу орайларында. Оқу орайларында. 3 жылдай болды, ұстарада істеп отырғанмын. Егер мен ойымда болған енді, қыздар көбірек ізін ойлап кетеді ғой менің және. Егер андай болып баратса, біздердің бизнесіміз бар, сонымен кітті жауап тұрамыз деген нәрсе болды да менде енді қорқыныш болғаннан кейін іште. Бірақ өзін қазір жағалап жатырмын. Бір тарапында мен қызларға қызмет көрсетіп тұрсам, Асылбек оқушы даярлап тұрса, бәрібір ізін жауамыз деген ой болды. Сенімім болды. Кредитті жауамыз, хаммен жауамыз деп ой болды. Бірақ қазір ол шарт емес, өзін өзі жауап кетті. Жауады, құда қалысы. Давам етіп жатыр. Бұны инстаграмнан ізлеп көрген уақытыңызда қай жерлерде көбірек екен бұл бизнес түрі? Осы гүлалшылық бойынша ашылған орындар, сізге ұқсайтын орындар? Нүкісте жоқ. Жоқ, бірінші сізлерсіз Нүкісте. Мен көргенім Хорезмде де жоқ екен. Бірақ Хорезм сондай өз гүлалшылықтың орай болса да, арнаулы сондай студия. Эстетикалық студия жоқ. Эстетикалық студияға ашылмаған екен. Олар істеп сататын шығар. Ең көп жер ол Ташкент қаласында, Түркияда көп екен, Қазақстанның Ақтау деген қаласында көп екен. Көп екен. Демек біздерге туристердің келу мүмкіншілігі де жоғары солай ма? Зор. Сіз қандай ұсыныс бере аласыз сізге ұқсап бизнес бастауды қалауші жастар? Мысал үшін бүткеруші, қазір жоғары оқу орнын бүткерді, бизнес идеялары бар, ойланып жүрді, басылсам бекен, басылмасам бекен, не қылсам екен, неден басыласын ең бірінші? Тәуекел ету керек, бірақ қазіргі істеп отырған жұмыс болса, мысал үшін бір нәрсемен бәліп болса, оны таслап қоймай кейінгі бизнеске өтуді мәслихат еткен болар едім. Біздер сол бизнесті ашып жатқан уақытымызда оқушы даярлап жүрдік, бұл өзінің жұмыстарын істеп жүрді. Егер ол келіспей қалған жағдайда сізде екінші бір таяныш болу керек та, екінші бір таяныш, екінші бір өнер болу керек сізде. Бәрібір бір шетесте дарамат келіп тұру керек. Келіп тұру керек. Бір нәрсені қатты ойламау керек, ол нәрсе жақсы болып кетеді деп. Рискілеріне қарап ітібар беру керек. Келмей қалса не деген, адам келмей қалса не, клиент келмей қалса не деген. Ояқларынан ойлап, режелестіріп қою керек. Сол үшін сізге гүлалшылықтан адам келмей қалса, маған английскийден оқушы келеді деген вариант болу керек, Екінші вариантыңыз болу керек та, қандай да бір. Мен ойлағанмын,
мен ойлағанмын андай бірінші мәрте ашылғаннан кейін вау деп уже Хамме келеді сондай деп. Енді менің көзқарасым сондай болған да. Бірақ біздер енді қайғысыз сезімге берілеміз. Хамме эстетиканы жақсы көреді, видео не түсіріп жүр ертең деп. Бірақ оны тарқалуым қиын екен да негізінде қарасам. Халыққа жеткізу қиын. Халық жеткізу, оларға түсіндіруім қиын екен негізі. Ол баста біздер тек студия, суретке түсіретін деп андай ойлап кетті негізінде. Бірақ дем алатын жер, келің, бүйтің, еле бізде де о нәрсе рауажданбағаннан кейін, оны бірінші халыққа түсіндіріп алу екенін түсінетінмін да мен өзімде. Сол нәрсені Инстаграмда оларға көрсету, содан кейін екен ғой. Қазір бұл басқыштардан өткеннен кейін үйреніп жатырсыз, тәжірибе арттырып жатырсыз. Ал кредит алып бастауға қалай? Дұрыс па? Жауап кетуге бола ма екен кредитті? Егер жеңілдетілген кредиттер болса, оны алса болады. Жауап кетсе болады оны. Жауап кетсе болады, Есеп алу керек шығар, Алдынан есеп алу керек. Бізде мысалы үшін ең кемінде күніне бір адамнан келсе деп есеплап, соның хаммесін жазып, содан кейін біздер ашып бастап. Алдынан хаммес шығынларыңызды есеплап шықсаңыз дұрысырақ болады. Бірінші сіздер сол есептеп жазып шықтыңыз ба шығындарыңызды, келсе қандай болады? Мысалы үшін үйреме Ташкентке барып қайтуымсызға жекем дедім есептеп тастады. Кредиттің ішінен бәрі қаплап кетсін өзінің өзі деп. Бізде өзімізден ешнәрсе шықпау керек деген болды біздерде. Хаммесіне есеп кітаплы бәрін тақлап жазып шықтыңыз. Дұрыс хақатны дұрыс. Егер сіз бизнес бастайтын болсаңыз, бір адым харекетіңізді де жазып есептеп қоюыңыз керек, Содан кейін барып ол жақсы нәтиже көрсетуі мүмкін. Есеплі болса. Күнге шекен біздер қазір әрбір дараматымызды жазып барамыз. Шығынларды, дараматты, табыстарды. Мысалы айдың ақырында, мысалы хаптың ақырында ойласып шығынларды азайту, табыс еле көбейту деген хақында ойласамыз. Ойласасыз. Зор. Декана финанспен кім шұғылданады сіз, Асылбек? Экономика қане келген біткерге? Мен сол жылы экономика қане келген біткердім. Соның үшінен нәрселер жақсы түсінесіз. Тәжірибесі бар ма? Қызығамын сол үшін. Бұндай біздікіндей бизнесмен проектлерді де тамашалап тұрасыз ба? Идея инсайтлар. Әлбетте жүре көп шетелдердің, өзіміздің адамларды көп сіздермендер таниман, Инстаграм тармақтан күзетіп барамын. Енді біздердікінде күзетіп барың. Бізде де күшілі бизнесмендер өздерінің идея һәм инсайтлары менен тәжірибелерімен бөліседі. Жақсы қағидалар, ұсыныстар хақында айтады. Қош, бизнесмен проекті сіздерге ұнады ма? Қандай ұсыныстарыңыз бар? Біздер елде танылу үшін нелер істесек болады? Жас іспілермен сипатында нелерді ұсыныс ете аласыз? Һәм бізден қандай білімлер, идеялар болуын қалайсыз? Қайсы іспілермелерді көбірек шығарайық? Подкастымызға мұрат етейік. Ең бірінші тоқтамауыңызды тілеп қалатын едім. Тоқтамаймыз. Жүда ахметлі һәм жастарға керек болатұғын, тәжірибе алуға керек болатұғын подкаст. Соның үшін мен қалеймен бұны еле давам етуін. Көплеген жастарға жәрдем беруін қалеймен. Әлбетте біздің мақсатымыз да сол. Жастар сол бірден кредит алып бизнесті жүргізе алмай артқа қайтып кетпесін. Үйренсін, сіз сияқты реал бизнестің арасында жүрген, енді баслаған адамдардан тәжірибесін көріп, олар да давам етіп кетсін деген біздерде мақсат. Біздер көбірек шетелдің, басқа жақтан адамдарын көре аламыз, соларды көп көргенбіз да. Ал бірақ егер өзіміздің жерлесін, өзіміздің отанымыздан адамдар болса, елде сенім пайда болады да. Өзіміз сияқты жастар мына істеп жатыр нәрсе болады бәрібір. И соған қарап, онда менің қолымнан келеді деген нәрсе келеді, мотивация болады оған. Мысалы, егер менің группаластарым, менің достарым көрсе, қазір олардың несі пайда болады мен көргеннен кейін. Қызығушылық болады, істеуге болады. Идея хамеде болады меніңше. Мысалы, жүрген кезде бізде де соғаққа шейін көп идея болған, бірақ әмелге асыруға келген кезде не қойғанбыз, қорыққанбыз бәрібір. Бірақ егер сондай заттарды көрсе, подкаст әдесілердің, олардың қызығушылығы оянып, олар істей алады ол нәрсені. Зор. Әжайып. Бізде азырақ қысқа сұрау бар. Бренд Абрай, яки пул? Бренд Абрай? Яки пул? Яки пул. Мен үшін брендтің Абрайы. Брендтің Абрай менен көп нәрселерді шешуге болады.
пулдан ахметлерек деп ойлап отырмын. Бизнесті нөлден бастауға бола ма? Бизнесті нөлден бастауға болады. Пул бақыт алып келе ме? Тура мәнісі алып келмейді. Бірақ сізге қолайлық жаратады. Өмір сүруге. Бизнес баслау үшін пул ахметлі ме, білім ахметлі ме? Білім. Ең бірінші орында білім. Пул не? Пул болғанменен оны дұрыс сарқылу керек. Білім ахметлерек деп ойлап отырмыз. Бізде көп жағдайда білімді сатып алдық осы уақытқа шейін. Көбірек қаржыңыз білімге кетті, Негізі анализ болды да біздерде. Әсіресе Асылбайда да. Жаңағы біздер пулға емес, пул бізге қызмет етсін деген мотивация болсын дейді да. Сондайменен расынан бізде оған емес, ол біздерге расынан қызмет қылсын да. Соның үшін харекет етіп жатырсыз. Сондай харекет болу керек. Қазір суаққа шекем, біз білімдерді сатып алып жатырмыз. Сол гүласылық бойынша, бизнес бойынша, оны енгізу. Сол бәрібір талған, білім арқылы талған пулымыз, қайтадан білімге инвестиция қылып жатырсыз. Инвестиция. Көбірек сол білімге жұмсап жатырсыз. Ол елде өсу үшін. Зор, ажайып. Бизнесіңіздің алда елде рауажлануына тілектеспіз. Тек қана Қарақалпақстан аймағынан емес, сырт елден жоғарыда айтып өткеніңіздей, сол Түркиядан, Франциядан адамдар келді дедіңіз ғой. Олар елде және осы Қарақалпақстанға келген уақытта сіздерді ізлеп келсін. Қаридарларыңыз, келушілеріңіз жүда көп болсын. Тілектеспіз елде үлкен дәрежеге ерісуіңізге. Рахмет. Бізге уақытыңызды ажыратып келген үшін рахмет. Бизнесмен проектіне пікіріңіз бар болса, ұсыныстарыңыз болса, тілектеріңіз болса, біз тыңдаймыз. Бизнесмен проекті үшін үлкен рахмет. Біздер осы бизнесті ашқаннан кейін өздерімізді бір ытыбарсыз деп сезінбедік. Ытыбар қарата отырғанымыз үшін сондай біздер шақырғанымыз үшін қатты міннеттармыз сіздерден. Елде көбірек адамдар көруіне біздер тілектеспіз. Зор, рахмет. Біздің де мақсатымыз сіз сияқты сплермелерді елде көбейту һәм қолдап қуатлау. Бизнесмен проектін тамашаладыңыз, сіз өзіңізге идея һәм инсайтлар ала алған болсаңыз, біз бұндан қуаныштымыз. Бизнесмен проекті Universal Cinema студиясы қауынзерлігінде даярланбақта. Сіздің ең жақсы бизнес идеяларыңызды біз әлбетте қолдап қуатлаймыз. Лайк һәм комментарийларыңызды бізден аямаң, біз үшін нан менен судай қадірлі. Және көріскенше сау саламат болыңыз. Universal Cinema. Бизнесмен проекты.